судан. Өзі төмен аққудай, жақсының сөзі жылдайды, тілі тәтті бал судан. Жаманның сөзі аш-жүдір, адам ішпестер судан. Шойым менен тең болмас, тұтқасы күміс жез құман, басында іспет бермесе, ағармас күнде бет шуған. Шу дегенде озбайма, асыл қуған назбедеу, қатпай шапқан көк туман, алысқа шапсам арымнан, тұлпардан туған мен бұдан. Бүгін болып өткен Тәуелі байдың жыр дүлдүлі базар жырау атты сайысқа қатысып, жүлделі бірінші орынды иеледім. Осы сайысқа қатысқан барша қатысушыларға болашақта осынау биік белестерден көріне беруіне және осындай сайыстардың шын жыр дүлдүлі атануына тілектеспін. Осынау болып өткен сайысты көргенде арманда, көрмегенде арманда дер едім. Себебі бұл сайыста барлығы да жанып тұрған жалынды жастары болатын. Осынау сайысымыз өте тамаша және жоғары деңгейде өтті. Баршаға рахмет. Үшқұдық ауданымызда қазақ халқының белгілі жырауы Тәуелі байдың жыр дүлдүлі базар жырау оңдасұлының туылғанына 180 жылдық толуына орай үлкен өнер байқауы өтті. Бүгінгі өнер байқауы негізінен ұлтаралық достықты нығайту мақсатында және де өскелең ұрпақты ұлтжандылыққа, отансүйгіштікке, әдебиетке, тілге деген қызығушылығын ояту мақсатында бұл шара ұйымдастырылды. Бүгінгі шараға ауданымыздың алыс жақыннан ауылдарынан келіп отырған бір қанша өнерлі өрендеріміз атсалысты және де жыр термешілеріміз қатынасты. Қызылқұмның орталығы есептелген дүниеге аты шулы Үшқұдық қаласында Тәуелі бай елінің жыр дүлдүлі Балқы базар жыраудың 180 жылдық тойын тойладық. Бұл той атамыздың туылған жері, өмірінің ең қызықты уақыттары өткен жері Тәуелі бай жерінде өтуі тегін емес. Себебі атамның ұрпақтары, атамның шәкірттері, атамның барлық танитын азаматтары осы өлкеде жасаған.